Жалпы бизнеске қалай келдіңіз? Өзі менің естуімше жоғары оқу орнында оқып жүрген кезде президентке қолына хат ұстатып жіберді деген қауесет бар, рас па? Ол рас. Ол мен Казну Қазақ ұлттық университетінің 3-ші курсынан кейін сондай хат жазған. Президент мені қабылдады. Хаттың мазмұны? Хаттың мазмұны қысқаша айтқанда былай болатын. Менің атым осылай, мен осындай Ұлытау ауданында, осындай ауылда өскенмін, қазақ мектебін бітіргенмін, 2 жыл шопан болып істегенмін, одан совет әскеріне барып келгеннен кейін университетке түстім. Осы 3 жылдың ішінде ағылшын тілін жетік меңгеріп алдым, ағылшын тілін, орыс тілін меңгеріп алған адаммын. Менде 1-4 жоқ, ылғи 5-ке оқып жатқан адаммын. Маған мына Казгудың оқы жеңіл болып тұр. Сондықтан таршылық жасамады. Таршылық, сол шетелге жіберсеңіз, мен оқудың түбін түсірем деген сөз. Шетелге жіберді ма? Шетелге жіберем деп уәде берді. Білім беру министріне тапсырма берді. Соны амалсыздан мен сосын Казгудың 4-5 курсын 1 жылда бітіріп шықтым. Ректормен кездестім, ректор рұқсат берді, бірақ айтты, саған ешқандай ерекшелік болмайды. Дұрыс оқысаң оқисың, оқымасаң шығып кетесің деді. Жарайды деп келдім. Сонда таңертең мен 4-ші курс оқыдым, түстен кейін 5-ші курс. Сессия уақыты болғанда, ойбай Құдай сақтасын, бір күні 4-ші курстың емтиханы, келесі күні 5-ші курстың емтиханы, сосын келесі күні 4-ші курстың зачеты, сөйтіп күнделікті кезінде студенттер сессия кезінде өлуші еді ғой, осы түні бойы ұйықтамай, 1,5 ай. Мен мысалы сол 1,5 ай 1 емес 2 сессияны тапсыратынмын. Соны Казгуды бітіріп шығып, қызыл дипломымды алдым. Қоймайын десем де қойдырып отырсыз алшыны. Алдымен өзі бизнеске қалай келдіңіз? Бизнеске келгенде мен өзі... Анандай дипломменен мемлекеттік келген қызметте жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар еді ғой? Мен мамандығым прокурорскі тергеуші сот. Прокурор, тергеуші, сот. Осы 3 жүйеде мен істей алатын халім де болды, мүмкіндігім де болды, мамандығым да соған сәйкес келіп тұрды. Мен мысалы өзіммен курста бірге оқыған 360 адамдарым, достарым барлығы 3-4 ғана бизнеске кеткен шығар, қалғанның бәрі осы заң саласында, заң жүйесінде облыс прокурорлары, облыс сот бастықтары, басшылары қазір сондай лауазымды қызметте жүр. Мен университетте оқып жүргеннен бері тек қана бизнеспен айналысам деген өзім сондай арманым болатын. Сондықтан мен ешқандай... Қалай келіпсіз? Ол кезде мына Теодор Драйзердің 3 трилогия «Желание» деген 3 кітабы болды. «Финансист», «Стоик» деген Фрэнк Каупервуд туралы. Бәрібір оқуға келген екен ғой. Соны оқып, соған соншалықты қызығып, ол бизнестің адамға еркіндік беретін көріп, содан бизнеспен айналысам деп шешім қабылдадым. Соны Казгуды ертерек бітіріп, 91 жылы 1 жыл бұрын бітіріп, бірден бизнесті бастап кеттім. Бірден. Оны ол уақытта түсінбесем де, дұрыстап, не істеуін білмесем де, бірақ кәдімгі суға тастай баттым ғой бизнеске.